Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnna Allah Teala kad harrama alen nari men kâle la ilahe illallah yebtagi bizâlike vechallah. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari және Muslim сахихта риwayet етілген хадисте былай делінеді: расында Аллах Тағала Алланың ризалығын қалап, бір Алланың ризалығына жету үшін ла илаха иллалла деген адамны тозаққа харам еткен. Тозақ отына ла илаха иллалла деп Аллах риза үшін айтқан адамды харам еткен. Яғни ондай адамды Аллах Тағала тозақтан құтқарды деген сөз. Әрине бұл хадистен біз түсінеміз, ла илаха иллалла деп шынайы Аллах ризалығы үшін айтып, Алланың ризалығын көздеп, мақсат тұтып амал еткен адам үшін жаннат болатынын түсінеміз. Бірақ момын мұсылман пенде ла илаха иллалла деген сөзді айттым, болды, осы мен тікелей жаннатқа барам деп осы сөзіне сеніп қалмау керек. Яғни амал деген іс әрекетті де іске асыру қажет. Алланың бұйырған әмірін орындап, Алла қайтарған істерден бойын аулақ ұстау арқылы, Аллаға шынайы берілу арқылы біз Алланың ризалығына жете аламыз. Біз сонда ғана ла илаха иллалла сөзінің түпкі мағынасына жеткен боламыз. Міне осы хадиске назар аударып көңіл бөлетін болсақ, ла илаха иллалла деген сөздің ішінде үлкен бізге жауапкершілік бар екен, үлкен салмақ бар екен біз сезінеміз. Сондықтан, құрметті мұсылман бауырлар, бәріміз мұсылманбыз, әлхамдулилля, бәріміз ла илаха иллалла дейміз, және бәріміз Алланың ризалығын қалаймыз. Олай болатын болса, өзімізді осы ла илаха иллалла деген сөзіне лайықты түрде ұстап, амал етіп, әрекет етуге баршамызды шақырам. Аллах Тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін және бәрімізге жаннатты насып етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.